Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет рецептпен дайындалатын батон дайындайтын боламыз. Ол үшін ұнымызды дайындап аламыз. Үстіне қант пен тұзымызды саламыз. Ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қоспалардың мөлшері описаниеде жазылған. Жылы суымызды құямыз. Сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қолға жабысатындай қамыр дайын болды. Қолымызды майлап, қамырды 5 минутта илейміз. Міне қамырымыз дайын болды. Бетін жауып, жарты сағатқа көтерілуге қоямыз. Қамырымыз осылай көтерілді. Видеода көрсетілгенде қалыңдықта жайып, рулет ұқсатып ораймыз. Тағы да осылай ораймыз да, қайталап жайып шығамыз. Видеода көрсетілгендей батонның пішінін жасаймыз. Екі шетін жабамыз. Жарты сағатқа көтерілуге қоямыз. Көтерілгеннен кейін үстінен осылай пышақпен тіліп, ұн себеміз. 180 градуста 30-35 минут қызарғанша пісіреміз. Мінекей, біздің батонымыз өте керемет болып пісіп шықты. Менің рецептіммен дайындап көрсеңіздер, дүкеннен мүлде нан сатып алмайтын боласыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ортасы жабысып қалмай, жақсы көтерілетініне кепілдік беремін. Лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.